Алда әз Наурыз келе жатыр. Маңғыстауда амал мерекесі де ерекше аталып өтеді. Бұл енді бұрын тек батыс өңірлеріне ғана тән дәстүр болатын. Бала кезден амал деген екенін біз білген жоқпыз, шын айтса. Кең таралмаған тұғын. Қазір жылда 14 наурызда бүкіл қазақстандықтар көрісіп жатыр. Аталған мейрам бұл жаңарудың, табиғатпен бірге қайта түлеудің нышаны ғой бұл мереке. Осы күнмен бірге тұтас елімізде бүгін түбегейлі жаңғырғалы жатыр. Қай мемлекеттің жаңаруы ол ата заңынан, ол конституциясынан басталады. Осы шуақты мерекенің референдуммен қатар келуінде символдық мәні зор. Жаңа конституцияның қыр-сырын коалиция мүшелері бүгін кеңінен түсіндіріп кетті. Жаңа олар ата заңды жазуға атсалысқан азаматтар, солардың аузынан тікелей есту, мен ойлаймын, сол маңызды болады ғой деп. Дегенмен де бүгін мен бірнеше маңызды мәселелерге қысқаша ғана тоқтала өткім келеді. Бірінші кезекте бұл қысқа мерзімде жазылған конституция емес. Өздеріңіз білесіздер, Қасым-Жомарт Кемелұлы президенттікке кіріскен сәттен бастап елімізде ауқымды реформаларды жүргізуді бастады. Олар кезең-кезеңмен жүйелі түрде бүгінде іске асып келе жатыр. Билік тармақтары қайта жаңғырғанын айта кетуіміз керек. Баршаға тең мүмкіндік жасауға бүгінде берік негіз қаланып жатыр. Биліктің бір қолға шоғырлануына тосқауыл қойылды. Кезінде қолды болған елден заңсыз шығарылған активтер мемлекетке бүгінде қайтарылып жатыр. Оған осындай мектептер салынып жатыр, ауруханалар салынып жатыр. Осы қадамдардың өзегінде әділеттілік, теңдік және бірлік идеясы тұр. Заң мен тәртіп соның берік іргесі болып қалануда. Бұл қоғамның санасына серпіліс беретін басты құндылықтарымызға, негізгі бүгінгі қағидаттарымызға айналып келе жатыр. Жаңа ата заң осы жүйелі жұмыстың заңды жалғасы, түпкі түйіні. Ең негізгісі мұның бәрі халықтың сұранысынан туындап отыр. Сондықтан елдің болашағына бағытталған баптар, преамбулада көрініс тапқан құндылықтар, халықтың қалауынан туған қағидаттар бәрі президенттің жүрегінен шықты деуге болады. Бір сөзбен айтқанда, жаңа конституцияда мемлекет басшысының жылдар бойы ой толғамдары халық үнімен үндесіп жатыр. Екінші мәселе, жаңа конституцияның мәні де, мазмұны да, философиясы да бүгінде өзгерді. Біз ресурсқа бай мемлекетпіз, соның арқасында елді көтеріп, экономикамызды нығайттық осы жылдары. Сондықтан жергілікті жастар қазірден бастап қамдана беру керек. Жаңа сөйлеген жастарымыз өте жақсы айтты. Прогрессивті тың салаларды игеруге бет тұрғаны жөн. Бірақ бір күні осы ресурстарымыздың бәрі байлық жердің астындағы сарқылады ғой. Сарқылмайтын, бітпейтін бірақ нәрсе бар. Ол интеллектуалдық ресурс. Қараңыздаршы, ешқандай қазба байлығы жоқ. Оңтүстік Корея бар, Жапония бар, Сингапур бар. Олардың бәрі өте қарыштап дамып кеткен. Біз қазір солардың технологиясына тәуелдіміз. Бұл елдер бар үшін себебі адами капиталды дамытуға салып келген. Біздің жаңа заңымыздың да философиясы осы: білім, ғылым, технология және инновация. Болашақта мемлекетімізді дамытатын бұл басымдықтар жаңа ата заңға енді. Өскелең ұрпақ осы жолды таңдайды. Жастарымыз әсіресе осы тәуелсіздіктің құрдастары мұны жақсы түсінеді, соған ұмтылатын болады. Осы болашақтың мамандықтарын таңдауға біз жәрдемдесу керек. Бұл әсіресе маңғыстаулық жастарға да өте өзекті. Мен қаншама рет осы кездескенде, мен осы аудиторияларда Маңғыстауда бірінші кезекте айтып жүрмін. Ертең Маңғыстауда мұнайда, газда бітеді. Қанша деді? 20 жыл ма? 15 жыл ма? Бірақ шынында да ол аяқталғаннан кейін мына 700-800 мың адам, мысалы үшін, қаншама жастар көбейіп келе жатыр қазір. Солардың барлығына енді бәрі қазір мұнайға барғысы келеді. Енді ол болмайды ғой, шынын айтуымыз керек осы жерде бір-бірімізге. Сондықтан жергілікті жастар қазірден бастап қамдана беру керек. Прогрессивті тың салаларды игеруге бет тұрған жөн. Әрине, әр адам өзінің тағдырын өзі таңдайды, өзінің болашағын өзі жасайды. Адам іздену керек, білім қуу керек. Жаңа конституция соған жол ашады. Ал мемлекет оған жағдай жасау керек. Біздің басты қазынамыз жер қойнауындағы ресурс емес, білімді балаларымыз бен озық ойлы жастарымыз. Адамның игілігі білім, ғылым дегеннен шығады. Өткенде Түркістанда болдық. Сонда Яссауи кесенесіндегі оригинал дейді, түп нұсқасы есігінің, қақпасының. Соны музейге қойыпты. Мен сол музейде болмаймын, музейге барып, сол қақпасын көрдім. Сол қақпасының кесенесіндегі маңдайшасына былай деп жазып қойыпты: адам дүниеге келгеннен кейін білім алуға міндетті деген сөз бар екен. Ұлыларымыздың осы ұлағатты сөзі жаңа ата заңымызда да көрініс тапқаны өте орынды деп ойлаймын. Демек, жаңа конституция бабалар өсиетімен астасып жатқанын мен айта кеткім келеді. Үшінші мәселе, еліміздегі ең бүгінгідегі өзекті негізгі мәселе мемлекеттігімізді, тәуелсіздігімізді нығайту. Ал ол үшін ең әуелі бірлік пен ішкі тұрақтылық керек. Біз талқылап отырған ата заңның да
түпкі мақсат осы: мемлекеттігімізді нығайту, тәуелсіздігімізді тұғырлы ету. Конституцияның преамбуласынан бастап әр бабы, әр тармағы осыны көздейді. Оған бір ғана мысалды айтам. Қазіргі қолданыстағы ата заңымызда байырғы қазақ жерінде мемлекеттігімізді құра отырып деп басталады. Жас мемлекетіміз үшін бұл әрине сол кезде мемлекеттігімізді құру өте өзекті болған. 30 жылда заман өзгерді, мемлекетіміз аяққа нық тұрды деп айта аламыз. Сондықтан жаңа конституцияда ол мемлекеттігімізді нығайта отырып деп өзгерді бүгінде. Ол үшін бірлік, ішкі тұрақтылықпен қатар елімізде заң үстемдігі болу керек. Бәріміз тәртіпке бағынуымыз керек. Тәртіпке бағыну деген бұл тұрақтылықтың ең алғы шарты. Екіншіден, әрине билік тармақтары арасында қарама-қайшылық болмау керек. Сондықтан барлық билік институттарының президент, вице-президент, құрылтай, үкімет, халық кеңесі осылардың құзыреті мен өкілеттілігі жаңа ата заңда анық жазылған. Сонымен қатар әрқайсынікі белгіленген, олар сол өзінің құзыретінің шеңберінде ғана жұмыс істейді. Билік тармақ арасындағы тепе-теңдік осында нық орнатылатын болады. Ал президенттік басқару формасы ол қалады. Ол мемлекеттік аппараттың үздіксіз, үйлесімді, жүйелі жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Яғни мемлекет басшысы ол конституцияның кепілі. Жаңа саяси жүйе елдегі тұрақтылыққа да, орнықты дамуға да, ең басты тәуелсіздікті нығайтуға да ерекше әсер ететін болады.